Армысын, эфирде тұсаукесер. Бүгін біз сіздермен бірге жұлдыздар құпиясы бағдарламасының тұсауын кесеміз. Көпшілікке көп интрига жасайтын жұлдыздардың құпиясын тек біздің бағдарламадан біле аласыздар. Шоу-бизнес өкілдерінің қызыққа толы өмірі жұлдыздар құпиясының назарында. Біз сіздерге кім-кімнің туысы, қай жұлдыз кіммен дос, кім қайда демалады, кімнің ұяты аздау, кімнің отбасы бақытты деген сияқты тек өздеріне ғана аян сырларды паш ететін боламыз. Сіздермен бірге мен, Мұхит Сапарбаев. Ал бүгінгі бағдарламаны жаз мезгіліне арнайы орайластырдық. Жаз кейбіреудің бет пердесін, кейбіреудің киімін ашып көрсететін мезгіл. Сонымен бүгінгі тақырып жалаңаштануға ұялмайтын жұлдыздар деп аталады. Осылайша аптабыстықта шешініп тастауға қысылмайтын жұлдыздардың Инстаграм парақшасына шолу жасап көрдік. Әдемі денесін сәнді суға түсетін киімдерін көрсетуден көш бастап тұрған Луинаның бұл жазда қанша шомылу киімін ауыстырғандығын санап үлгермейсіз. Бірге қарайық. Әрине, әдемі келбет, сұлу тән және тамаша шомылу киімдері кез келгенге жараса бермейді. Луинаның мақтанышы да сол болса керек. Дегенмен ең әдемі әйел жүкті әйел деген қағидаға сүйенген Диана Шарапова да әріптестерінен кем түспейді. Ай күні жақындаған әнші келіншектің жүктілігінен фотосессия жасап, оны желіге жүктеуге қысылмайды. Міне, көз тимесін деп, көз қырыңызды сала отырыңыздар. 18 және 22 мыңнан астам ұнату үліпілін жинаған бұл фото суреттер Шарапованың әдемі естелігі болса керек. Әнші мұнымен қоймай, өзінің қалыпты кезіндегі шомылу киіммен және жолдасымен ұлының да жалаңаштанған фотоларын еркін жүктейді парақшасына. Қазақ шоу-бизнесінің ең әдемі әншісі Лидо да әріптестерінен қалысар емес. Шомылуға арналған киімін киіп алып, алайда, былайда фотосессия жасап, өз Инстаграм парақшасына жазылған жамағаттың әбден жынына тиді. Бірі оны сынаса, бірі сылқым сұлудың денесіне тәнті болды. Лидоның суреттері шынымен керемет. Өткен жылы шулаты шыққан Баян Есентаева, кешіріңіздер, Мақсат қызы ханым да әдемі фигурасын көрсетуге құмар. Ол ғана емес, Инстаграм парақшасына жазушылардың ұят дейтін алдын ала болжат суретіне жазып қоя салды. Бұл ақталу ма, кекету ме, ажыратып болмайсыз. Анасына қарап қызын ал деуші еді қазақ халқы. Баян Мақсат қызының үлкен қызы Айсәуле Бақытбек те жалаңаштануға ұялмайтын жұлдызды топтың алдыңғы шебінде. Шетелде оқитын бойжеткеннің сырт келбеті көз тартарлықта екендігі рас. Бірге тамашалайық. Бұл отбасының әрбір мүшесі өз алдына бөлек тұлға. Баян Мақсат қызының жүрегін жаулаған Тұрсын Алагөзов те демалыс орындарында киімсіз денесін көрсетуге дым қысылмайды. Скрипкашы Жәмила Серкебаева да жартылай жалаңаш денесін көрсетуге дым қысылмайды. Өнер иесі тіпті ерке қылықтарын көрсетуге тырысатындығын байқау қиын емес. Сондай-ақ жаз мезгілін пайдаланып, сұлу сымбаттарын көрсетуге құмар арулардың тізімінде Әсем Жакетаева, Нара Батырхан, Жанна Орынбасарова, Меруерт Түсіпбаева сияқты танымал тұлғалардың әдемі денесін Инстаграм парақшасынан көруге болады екен.
Кешью тобының су жаңа құрамының мүшесі Сара Амангелдиева да продюсері Баян Мақсатқызынан бір қысылмайды. Оның тартымды денесі Instagram парақшасында жиі жарқ етіп шығып тұрады. Қазақ аруы байқауының жеңімпазы, қазір түрлі сериалдарға түсіп, жұлдызы жанған актриса Гүлназ Жоланова жұрт алдында қысылмай шешінетін жұлдыздардың қатарын толықтырады. Және Instagram парақшасында қазақ аруына лайық емес деген сынға жиі ұшырайды бұл қыз. Ақылына көркі сай, үнемі ел назарында жүретін әнші актриса Кәмшат Жолдыбаева да шомылу киімін көрсеткісі келеді. Және ол үшін арнайы фото мен видеоны да жүктеп, Instagram парақшасына жазылушылардың сынына ұшырап жүретін өнер иесі. Нәзіктігі мен дене бітімін шомылу киім арқылы көрсеткісі келетін актрисалардың бірі Салтанат Бақаева. Салтанат өзінің ғана емес, отбасының да жартылай жалаңаш фотоларын қысылмай салатын жұлдыздардың бірі. Ал әнші Шахизада Instagram желісіне шомылу сәттерінен видео бөліскенді ұнатады. Қарап үлгермеген бедіңіз, ендеше бірге қарайық. Ал Шахизада ханым, сәлем беріп қой Алматыға. Сәлем достар, керемет Алакөлде. Алакөлдің ортасында жүрген. Қақ ортасында. Қақ ортасында. Біз сияқты сазандар. Керемет демалыс. Алакөл супер. Жанка! Баука! Біздің Қазақстанда өте керемет бай жерлер көп, демалатын жер көп. Арасында әрине уақыт тауып келіп демалғанға не жетсін, я Жанка? Бұл тізімде тек қыз келіншектер ғана емес, ерлер қауымы да бар. Шомылу маусымында жартылай жалаңаш кеудесі мен сымбатты келбетін көрсетуге ынтық серілердің көшін актер Тәуекел Мүсілем бастап тұр. Тәуекел жүктеген фото-видеоларды мыңдаған адам тамашалап, ұнаған лүпілдерін басады. Көрермендер, біздің дәстүрлі видео. Мальдива елінен Қазақстанға жалынды сәлем. Шоу-бизнестің ғана емес, той-бизнестің нұрына айналған Қайрат Нұртас та ара-тұра демалыс кезінде фото-видео жүктегенді ұнатады. Қайраттың жанкүйерлері әнші қалай еркелесе де сын айтуға асықпайды, бәрін көтеретін сияқты. Қазақстандықтардың ықыласына бөленіп жүрген, сүйкімді болып жүрген Өмірқұлай Ниязов та демалыстан үзінділер салады желіге. Қараңыз. Данияр Өтепберген мен Қуандық Рахым да судағы суреттерін желіге жүктеп, арулардың жүрегін жаулаймыз деп ойлайтын сияқты. Бірінен бірі жарыса фото сурет жүктеуде көштен қалмайды олар. Instagram парақшасын белсенді жүргізетін Асхат Тарғын мен Айқын да сымбатын сақтаған, сонымен мақтанғысы келетін серілер. Бұл сөзіміздің дәлелі келесі суреттер болмақ. Бірге тамашалайық. Әнші продюсер Ерлан Орынбасаров пен әзілкеш Нұрмахан да осы жазда өздерін көрсетуге тырысып бақты. Серілердің сымбаты қаншалықты сақталғандығын бірге тамашалайық.
Сондай-ақ сымбатын ашық көрсетуге қысылмайтын серілердің қатарына Аян Бірбаев, Қайрат Әбілгерей, Ерлан Көкеев, Нұртас Адамбаев, Музарттық Кенжебек және мен тележүргізуші Мұхит Сапарбаев та бармын. Міне, өздеріңіз көргендей біз әртістердің ашықтығы мен ұялуға қысылмайтындықтарын іріктедік. Ендігі бағдарламамызда көп интрига жасап, Инстаграм жазылушыларын түрлі ойға қалдыратын қызық құмар жұлдыздар туралы айтатын боламыз. Жұлдыздар құпиясын өткізіп алмаңыздар.